Жоғары оқу орындарына түсушілердің назарына. Ұлттық тестілеу орталығы тест емтиханын тапсыру барысында жауап парағын дұрыс толтыру ережесі мен аудиториядағы тәртіп ережесін еске салады. Бірінші секторда түсушінің тегі, аты, әкесінің аты жазылады. Екінші сектордағы тұргөздерге тестіленушінің рұқсатнамада көрсетілген жеке коды толтырылады. Тұргөздегі сандарға сәйкес әр санның астындағы дөңгелекшелер боялады. Үшінші, төртінші секторларда тестілеу кезінде түсушінің отыратын орны және кітапшасының нұсқасы боялады. Бесінші секторда емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірі қойылады. Лек нөмірі рұқсаттамада көрсетілген емтихан болатын күн бойынша анықталады. Алтыншы сектор шығармашылық емтихан тапсыратын түсушілерге арналған. Жетінші, сегізінші, тоғызыншы секторларда кітапшадағы Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы пәндері бойынша тапсырмалар жауаптары боялады. Жетінші, сегізінші, тоғызыншы секторларда әр тапсырмаға берілген 5 нұсқаның тек бір ғана дұрыс жауабы қабылданады. Таңдаған жауап пән секторындағы дөңгелекшені бояумен белгіленеді. 10-шы секторда бірінші бейіндік пән бойынша жауаптар боялады. 11-ші секторда екінші бейіндік пән бойынша жауаптар боялады. 10-шы, 11-ші сектордағы 1-ден 20-ға дейінгі тапсырмаларда берілген 5 нұсқаның тек біреуі ғана қабылданады. Таңдалған жауап сол пән секторында боялады. 21-ден 30-ға дейінгі тапсырмаларда бір немесе бірнеше дұрыс жауаптары қабылданады. Дұрыс жауап пән секторында толық боялады. 12-ші сектор боялмайды. Назар аударыңыз бөліміне ерекше тоқталу шарт. Жауап парағы көк немесе қара түсті автоқаламмен толтырылады. Жауап парағын былғауға, бүктеуге, жыртуға және корректор сұйықтарын пайдалануға. Сонымен қатар жауап парағын тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға қатаң түрде тыйым салынады. 13-ші секторда түсуші жауап парағының оң жақ төмен бұрышындағы талапкердің қолы деген орынға қол қояды. Жауап парағы бір данадан ғана беріледі, ауыстыруға жатпайды және түсушінің тестілену нәтижесін растайтын құжат болып табылады. Жауап парағындағы қызметтік секторлар толтырылған соң, нөмірі 1-ші орыннан бастап кітапшалар таратылады. Кітапшалар таратылып болған соң, түсуші берілген кітапшаның беттері түгел екеніне көз жеткізу керек. Бір ақау табылған жағдайда дереу министрлік өкілдері тобының жетекшісіне хабарлау керек. Түсуші кітапшадағы нұсқа нөмірін жауап парағына көшіріп жазады және кітапша мұқабасын толтырады. Жауап парағының қызметтік секторлары мен кітапшаның мұқабасы толық толтырылғаннан кейін тақтаға тестілеудің басталу және аяқталу уақыты жазылады. Аудиторияларда әрбір 45 минут сайын тестіленушілерге уақыт туралы ескертіледі. Тестілеу аяқталар кезде аудиторияда кемінде 5 түсуші қалуы тиіс. Тестілеуден өту арасында түсушіге тыйым салынады. Аудиториядан рұқсатсыз және уәкілетті тұлғаның алып жүруінсіз шығуға, сөйлесуге, орын ауыстыруға, емтихан материалдарымен алмасуға, емтихан материалдарын аудиториядан шығаруға, көшіруге, шпаргалкалар, оқулықтар және басқа да әдістемелік әдебиеттерді, сондай-ақ тест мазмұнын және олардың дұрыс жауаптар кодын ашатын мәліметтер, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдары, пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, ноутбуктер, плеерлер, модемдер, соның ішінде мобильді роутерлер, радиоэлектрондық байланыстың Wi-Fi, Bluetooth, DEC, 3G, 4G сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалары. Кез келген түрлерін аудиторияға кіргізуге және пайдалануға, емтихан материалдарын, жауап парағы мен кітапшаларды умаждауға, корректор сұйықтығын қолдануға, кітапшаның бетін жыртуға, жауап парағында бояуға қарастырылмаған секторды бояу арқылы бүлінуіне жол беруге рұқсат етілмейді. Тестілеу кезінде түсушілерден тыйым салынған заттар табылған жағдайда түсуші аудиториядан шығарылады. Тестілеу нәтижесі жойылады. Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде түсуші емтихан материалдарын өңдеу үшін тапсырудан бас тартқан жағдайда аталған түсушінің емтихан материалдарының нәтижелері өңделмейді. Сізге тестілеуді сәтті тапсырып, жоғары оқу орнына түсуіңізге тілектеспіз.